Ертеде, ешкі құйрығы келтеде, Қаратаудың бойында, Қарасудың бойында Қазанғап деген бір кедей өмір сүріпті. Қазанғап құс атып, әйелі ау тоқып, жамау жамап күндерін көреді екен. Күндердің бір күнінде Қазанғаптың әйелі жүкті болады. 9 ай 9 күн келгенде әйелі босанады. Шекесі торсықтай ұл туады. Олар қатты қуанады. Баласына Кендебай деп ат қояды. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өседі. 6 күнде күліп, 60 күнде жүріп, 6 жыл дегенде жігіт болады. Ол өте күшті болыпты. Алысқанын алып ұрып, күрескенін оңай жеңіпті. Терең құлыққа қалған түйелерді жалғыз өзі тартып шығарыпты. Аң аулап, әкесіне жәрдемдеседі екен. Бара-бара құлан аулап, Құралайдың көзінен тигізген мерген болады. Арқар мен киікті, құлан мен маралды көп қылып аулайды. Қара судың бойындағы қарайұлы кедейлер қарық болады. Күндердің бір күнінде Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап лақтырып жібереді. Қасқыр арс етіп аузынан қисаңдатып өліп қалады. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жанталасып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алады. Арыста еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтады. Оны құланның сүтімен асырайды. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі керқұла болыпты. Кендебай керқұланы үйіртіп мініп, дүнделетіп жүріп аң аулапты. Керқұла қуса жетіп, қашса құтылатын, аузымен құс түстеген ерен жүйрік болыпты. Кендебай керқұланы құстай ұшырып, 6 қырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып жұмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайтын болыпты. Кендебай осылай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды болып, жылағанды жұбатып, жат сұлуды білмепті. Табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керқұла атты Кендебай батыр атанып, әлемге аян болыпты. Бір күні Кендебай аң аулап алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып, қозысын бағып жүрген бір балаға кездеседі. Бала еңіреп жылап жүр екен. Кендебай қасына келіп, көзің жасты, көкірегің қайғылы не еткен жансың деп сұрапты. Баланың басы тас, киімі өрім-өрім екен. Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың? Асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысын деп қоя беріпті бала. Не болды, жөндеп айтшы деп сұрапты Кендебай. Бала көзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алып, былай деп жауап беріпті. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға келдім. Биыл 4-ші жыл. Елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен тұяқ қалдырмай айдап әкетті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ұзақ жортылаудан келгенде 6 күн қатарына ұйықтайтын. Осы бір ұйқыда жатқанда әкемді жау аскері байлап әкетті. Әкемді арашаламақшы болып жетіп барған шешемді қайырымсыз жау алдында өңгеріп салып алып әкетті. Мен жетім қалдым. Ішерге асым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқара байдың қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым, ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы. Мен әке-шешеме жылаймын. Бай жылқысына жылайды. Олай болса жылама, мен әке-шешеңді іздеп тауып берейін дейді Кендебай. Бала қуанып кетеді. Ағай, онда біздің қойшылардың қасына 2-3 күн жатып тынығыңыз, содан кейін жүресіз деп өтінеді. Кендебай мақұл деп қойшылардың қасына барып түседі. Атып алған құландарын асып, тамақ пісіреді. Кешке басқа қойшылар келеді де, манағы бала қозышы келмейді. Әрі күтеді, бері күтеді. Кендебайдың көзі ұйқыға кете бергенде, оқлеп, ақлап, қозышы бала келеді. Неге кешіктің деп сұрайды Кендебай. Жәй, ішім ауырып қалды дейді бала. Бала таңертең ойнап күліп, қозысын өріске айдап кетеді. Кешке басқа қойшылар келгенде, манағы қозышы тағы да келмейді. Кендебай іздеп барып, талып жатқан баланы тауып алады. Бала есін жинағаннан кейін Кендебай мән-жайды сұрайды. Бала жөнін айтпайды.
Содан кейін Кендебай балаға ашуланады. Сонда қозышы бала айтады: кешеден бері күн батқан кезде 6 аққу төбемнен айналып ұшады да, Кендебай салмында ма, Керқұла аты қолда ма, бауда нұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма деп сұрайды. Мен тұрып, Кендебай салмен едім, Керқұла атым қолда еді, бауда нұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап беремін. Олар мені қанаттарымен қағып шығып кетеді, мен талып түсем деп жауап береді. 3-ші күні қозышы баланың киімін киіп қозыны бақуға Кендебай өзі шығады. Күн батып қас қарайған кезде баяғы 6 аққу Кендебайдың төбесінен 6 айналып ұшып жақындап келеді де, Кендебай салмында ма, Керқұла аты қолда ма, бауда нұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма деп сұрайды. Керқұла атты Кендебай қозышы бала болып, бауда нұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап береді. Сонда аққулар ашуланып, Кендебайды қанаттарымен қағып, сабап бастайды. Кендебай біреуінің аяғынан шап беріп ұстай алады да, аққулар ұша жөнеледі. Кендебайдың қолында біреуінің алтын кебісі қалып қояды. Байқап қараса, кебістің бетінде жазу бар екен. Кендебай басқа аққуларды бірнеше күн күтеді, бірақ олар келмейді. Содан кейін Кендебай қойшыларымен қоштасып үйіне қайтады. Ата-анасына 1 жылдық азық дайындап беріп, сауыт сайманын киіп, жау жарағын асынып, азығына 60 құлынның қазысын алып, баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге шығады. Керқұла ат құстай ұшып, құйғытып барады. Айлық жерді алтақ аттайды. Көз ұшындағы құс қанатын жазып, жерден көтерілгенше Керқұла ат үстінен аттап өтіп кетеді. Теңізді көл, дарияны шалшық, тауды қырыт-құрлы көрмейді. Сонымен Кендебай күн жүреді, түн жүреді, ай жүреді, апта жүреді. Бір жерлерге келгенде аспанмен тірескен бір биік тау көрінеді. Таудың етегіне келгенде Керқұла атқа тіл бітіп сөйлейді. Достым Кендебай, іздеген жоғыңа алыста емес. Біреу емес, екеуі де осыдан табылады. Мына таудан әрі ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы ханның қызының кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыпты. Оның кілті қолға түспейді. Ол кілт 60 өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі бір адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам, қазір ханның құлы. Сен сол адамға бар да жолына жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің киде, өзіңнің киіміңді оған кигіз. Сөйтіп әлгі адамды азат ет те, өзің сиырды бағып қал. Қазір құйрығымнан бір тал қыл, ал да мені қоя бер. Сауыт сайман, құрал жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзірге саған менің де құралдыңда керегі жоқ. Егер керек болып қалсам, құйрығымнан алған қалды тұтат. Сонда мен дайын боламын. Ендігі әңгімені барған соң көресің дейді. Кендебай Керқұла аттың құйрығынан бір тал қыл жұлып алады да қоя береді. Оның айтқанын барлығының істейді. Малшыны азат етеді, жолына пұл береді. Оның киімін киіп, сиырды өзі бағып қалады. Кешке жақын өзеннен айдап өткізейін десе, сиырлар суға түспейді. Кендебай ашуланып кетіп, сиырларды сирағынан ұстап алып, бір-бірлеп суға лақтыра бастайды. Лақтырған соң сиырлар өзеннің ортасындағы аралға томпылдап түсіп жатады. Сол кезде ханның кіші қызы судың арғы жиегінде көріп тұр екен. Ой оңбаған-ау, қырасың ғой малды, неге күндегідей айрылғардың су айрыл деп айтпайсың, деп айғайға салады. Кендебай жаймен ғана айрылғардың суы айрыл деп еді, өзеннің суы екіге айырылып, ортадан сиырларға жол ашылады. Сөйтіп Кендебай мал бағып жүре береді. Бір күні хан өзінің 2 баласын шақырып алып, бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-ші құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ болып кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер. Не болғанын көздеріңмен көріңдер дейді. Мұны Кендебай естіп тұрады. Кешке ханның 2 баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да жасырынып барып отырады. Біраздан кейін
ханның 2 баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң өліне бергенде бие алтын құйрықты құндыз жүнді арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де құлынды көтеріп алып жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Ертеңіне таң сірадан хан 2 баласын шақырып алып, не көргендерін сұрайды. Балалар отырып, бие құлындаған жоқ, еш нәрсе болғанда жоқ деп жауап береді. Хан тағы да таңғалып отырғанда, Кендебай есіктен кіріп келіп, дат тақсыр дейді. Датың болса айт дейді хан ақырып. Мен айтсам, бұлардың айтып отырғаны өтірік. Бұларға көрінбей, мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде 2 балаңыз қорылдап ұйықтап қалды. Таң алдында бие бір алтын құйрықты құндыз жүнді құлын туды. Аспаннан бір бұлт түйіліп келді де, оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен араласқан үлкен құс құлынды алып кетті де, құйрық менің қолымда қала берді дегенде, сөздің аяғын күтпей, құйрық қайда дейді хан. Тағзыр, сабыр етіңіз. Мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой. Міне өзіңіз сұраған құйрық деп, Кендебай құйрықты қойнынан суырып алғанда, үйдің іші жап-жарық болып кетеді. Ханның балалары ұялып жерге қарайды. Қазір үшеуіңіз деп шығып, құсты да, құлынды да тауып келіңдер. Таба алмасаңдар, менің маңымды көрмеңдер дейді хан. Кендебай өзеннен өтіп алып, құйрықтың қылын тұтатқан кезде Керқұла ат жетіп келеді. Құла атты мініп алып, қару-жарақты іліп алып, сауыт-саймандарды киіп алып, Кендебай жөнеп береді. Бір жерлерге келгенде аттағы да тоқтайды да, Кендебайға анау жалыны аспанға шығып жатқан от дариясы. Сенің баратын жерің сол дарияның ар жағында. Қазір көзіңді жұм, мен аш дегенше ашпа. Көзіңді ашсаң, екеуміз де өлеміз дейді. Кендебай көзін жұмады. Сонымен ұша береді. Бір кезде ең әуелі ыстық лепті, одан кейін ысылдаған желді сезді. Талай уақыт өткеннен кейін аш көзіңді дейді. Керқұла ат. Кендебай көзін ашып жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түскен екен. Аралда алтын құйрықты 8 құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр екен. Керқұла атқа тағы да тіл бітіп, аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Ол 6 айда бір рет азық іздеп кетеді де 15 күнде кері айналады. Қазір ол азық іздеуге кетіпті. Оның қайтып келуіне әлі 6 күн бар дейді. Біз оның қолына түспес үшін 6 сағатта 6 айлық жол алуыңыз керек. Менің үстіме мін де алтын науаны алдыңа өңгер. Құлындар алтын науадан қалмай біздің соңымызға ереді де отырады. Біз құлындарды соңымыздан ертіп отырып, манағы от дариясынан тікелей өте алмаймыз. Айналып жүруіміз керек дейді. Біздің келердегі қысқа жолымыздың кетерде алыс болып отырғаны да сол. Бұл жолымызда 3 төгет бар. Ең әуелі 7 басты дәу кездеседі. Ақырған арыстанға жолығамыз. Содан кейін жәдігей кемпір бар. Ал уақыт оздырмай жүрейік дейді. Кендебай алтын науаны Керқұла атқа өңгеріп алып жөнеле береді. Барлық құлын оның соңынан ереді. Бір уақытта алдарынан бір үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп, қозғалып бұларға қарай жақындап келеді. Бұл 7 басты дәу еді. Кендебай алтын науаны жерге қояды. Құлындар науаға еріліп тұра қалады. Кендебай қолына 100 батпан шоқпарын алып, Керқұла аттың барлық шабысы мен көзді ашып жұмғанша ағып өтіп бара жатып салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып тағы соғып өткенде екінші басы да ұшып кетеді. Осылай ерсілі-ғасылы 7 өтіп, 7 рет соққанда 7 басты дәудің 7 басы бірдей ұшып кетіп, дәу төңкеріле құлайды. Кендебай дәудің көзін ойып, қоржынға салып алады. Кендебай қайтып келіп, алтын науаны өңгеріп, құлындарын ертіп жүріп кетеді. Екпініне шаң іліспей әйт дегенде 6 қырдан бір-ақ асып, Керқұла ат зымырап келеді. Бір кезде алыстан арыстанның ақырған даусы естіледі. Кендебай бұл жолы Керқұла атты құлындарының қасына қаңтартып тастап, дауыс шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері 2-3 аттағанда
бірлеп Кендебайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кендебай арыстанның апандай аузын көреді. Кендебайдың тартып жатқан соның лебі екен. Кендебай 6 құлаш алмас қылышының көлденеңнен ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды 2 бөліп, Кендебайды ар жағына бір-ақ түсіреді. Кендебай арыстанның аузын қағып алып, тағы жүріп кетеді. Талай белестер, талай таулар бұлдырап, артта қалып барады. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басып кетеді. Тек алтын құйрықтардың сәулесі ғана бұлардың жолын жарық қылып көрсетіп тұрады. Сол екі арада қараңғылық сепіліп жүре бергенде, сылыңдаған бір сұлу қыз шыға келеді. Кендебай атынан түсіп, қызға қарсы жүреді. Қыз мұның бетіне ұзақ қарайды да, ұзақ жүріп, шаршаған шығарсыз, ордама жүріп тынығып кетіңіз дейді. Жәдігөй кемпірдің қыз болып қарсы алатынын, оның ордасына кірген кісі кері шықпайтынын Керқұла ат айтқан болатын. Шаршағаным рас, демалуға қарсы емеспін, бастаңыз дейді. Кендебай қыз алға түсіп аяңдай бергенде, Кендебай алмасын сермеп кеп қалады. Алмас қылыштан от жарқ ете түседі де, дүниені тағы да тұман басып кетеді. Тұман ашылғанда қыздың орнында 2 бөлінген кемпір жатады. Кендебай кемпірдің басын кесіп, қоржынға салып алады. Бұл кемпірдің қарамағындағы жерден ұшқан құс жүгірген аң өте алмайтын. Кемпірдің өлгенін қазір ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерге самұрық келмейді екен. Осы жерде бір 3-4 күн демалайық дейді Керқұла ат. Кендебай сол арада 3-4 күн тынығып, кемпірдің асыл қазынасын жинап алып, Керқұла аттың алдынан алтын науаны өңгеріп, алтын құйрықты құлындардың ертіп, аман-есен ханның үйіне жетеді. Хан қуанып үлкен той жасайды. Той үстінде түк таба алмай, сандалып мойындары ырғадай, сирақтары шиедей болып, азып-тозып, ханның 2 баласы келеді. Хан Кендебайды төрге отырғызып, оның аты жөнін сұрайды. Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым Кендебай, ел мені Керқұла атты Кендебай деп атайды. Сіздің еліңізге ерігіп келгенім жоқ, жұмыспен келдім. 2 бірдей жоқ іздеп жүрмін, намыс іздеп жүрмін. Рұқсат болса айтайын дейді Кендебай. Айт балам дейді хан. Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып, малымызды айдап, қолға түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Міне, сол батырды босатып, әкетпек болып келдім. Бұл бірінші. Екінші жоғым мұнау. Бір күні малда жүргенімде аспандап ұшқан алтақ қудың алтын кебісі менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі дейді. Соны табыс еткелі келдім, деп Кендебай алтын кебісті ханға ұсынады. Хан, дұрыс балам, сіздің елдің малын айдатып, батырын байлатып алдырғаным рас. Мергенбай батыр әйелімен екеуі біздің қолда. Зынданда жатқан Мергенбай батырға маған қызмет етсең босатам деп елші жіберіп едім. Қарысқан батыр екен. Жауыма қызмет істемеймін, бірақ қол аяғымды босатсаң, содан кейін сөйлесем деп қарысып жатып алды. Босатуға қорықтық. Ондағы мақсат сені қолға түсіру керек еді. Сенің атағың бізге де мәлім еді. Сені алдыртып, құлынымды қоймайтын қара құсқа жұмсамақ едім. Өзім іздеп таба алмаған соң, намысы болса іздеп келер деп еліңді шаптыртып, батырыңды байлатып алдыртқан едім. Одан кейін де 2 жылдай келмедің. Содан соң 6 қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің кіші қызымның кебісі. Енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Ол мынау: дүниеде 7 басты дәу бар, ақырған арыстан бар, жалмауыз кемпір бар. Осы үшеуін өлтіріп бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатып беремін. Малыңды өзіңе қайтарамын. Кіші қызымды беріп күйеу етемін дейді. Кендебай Керқұла аттың қанжығасындағы қоржынын алып келіп, арыстанның аузын, кемпірдің басын, 7 басты дәудің көздерін ханның алдына төгіп тастайды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызын Кендебайға қосып, 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, көп сыйлықтар беріп, Кендебайды еліне аттандырады. Кендебай елдің малын айдап келіп, иелеріне табыстайды. Ал қозы баққан бала ата-анасына қосылып қуанады. Баласына қосылып, ата-анасы да қуанады. Ұлы думан үлкен той жасайды.
Кендебай тұрғанда елге батып ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп бұл ел Керқұла атты Кендебай батырдың елі болып атанған екен.